бір аптадан асты енем ауырып ауруханаға жатып шыққан болатын. Бәрімізде маза деген қашып кетті ғой. Диета, ПП бәрі жайына қалды. Жалпы үйде енді біреу ауырып жатқан кезде олай көріп жүре алмайды екенсің. Сол екі ортада 2-3 кило қосып алғам ғой. Енем сауығып шықты, Аллаға шүкір. Енді қайтадан қолға алып жатырмын өзімді. Таңғы асты жалпы түсте кешіре мүмкіндік болса, жалпы аптаның ішінде әркім таңғы асын өзі қалаған уақытта өздері ішеді. Тек апта соңында ғана бәріміз бірге қосылып таңғы асымызды ішеміз. Оған дейін мүмкіндік болса өзім осылай әбден ашығып барып түсте барып ішемін таңғы асымды. Кофемді де ішіп алдым, түрік кофесін ішіп жүрмін осы күндері, себебі тәттіні сол басады. Жуан түбін суға салып қойғам, соны балконға егіп тастамақшымын, босқа лақтырғанша. Алақандай болса да осындай Аллаға шүкір жерім бар. Алдағы уақытта осындай петрушка, укроп соларды егіп тастамасам, бостан босқа ақыры гүл егіп жүрмін ғой, осылай тамаққа алып жүре беретіндей. Ақыры үйдемін ғой деп күйеуім мен қызыма түскі асын дайындап беріп кеттім. Жалпы байер екенімді білесіздер, клиенттердің тауарларын курьерге беріп келу керек еді, соған сыртқа шығып дайындалып бара жатырмын. Осылай көп жұмыстарын көрсете бермеймін, сіздерге тек 5%-ын ғана көрсетіп тұрамын, арасында ғана. Жалпы очки сыртынан очки тағып алдым, қыздар білініп тұр ма? Осылай Стамбулда тағы да қоғамдық көлік бағасы қымбаттап кетіпті. Жұмыстарын бітіріп, Орта Азия тауарларын сататын дүкенге бардым, мынандай нәрселер алдым. Содан жұмыстарын бітіріп, ара қарай үйге қайттым. Жолай дүкенге соқтым, үйге кеп кешкі астың қабына кірісіп бастадым. Осылай көксөттерін де алдым. Жалпы бір жағынан детокс су дайындамақпын. Қызым да құр қалмайды, ол да маған көмектесті. Алма, қияр, петрушка, лимон, таршын салып су құйдым. Солай дайындап қойдым. Ертеңнен бастап оны да ішіп тұрмақпын. Жалпы токсиндерді жақсы арылуға детокс су өте пайдасы зор, көмектеседі. Осылай ішіп тұрсаңыздар да болады. Сорпаға да лапша ретінде күріш кеспексін салмақшымын. Жалпы соңғы кезде майонез дегенді қойдым. Орнына осылай қатықпен араластырамын салатты. Мүмкіндік болса қамырды рационнан азайтпақпын. Сол үшін осылай бағана алған фунчоза сияқты кускустың лапшасын салдым. Жолдасыма да жапон тамағы деп құлақтан теуіп осылай шөп шалам жегізіп алам арасында. Жалпы одан кейін кешкі серуенге шықтық. Енемнің Қытайдағы туысы келген, жігіттер болып өзіміз отырып қайтайық деп мені қалдырып кеткен. Қызымды алып саябаққа келдік. Бір түрік апаймен танысып әңгімеміз қызып жатыр еді. Жолдасым шақырып қоймады. Әлгі қонақ сені сұрап қоймай жатыр. Қазақша әңгімені жақсы айтасың ғой, келші деп. Сонымен теңіз жағасында отырып қайттық.